Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Наргиза, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте керемет әрі дәмді болып шығатын ерекше сметаник пирогының рецептісімен бөлісетін болам. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен керекті ингредиенттерді дайындап аламыз. Толық мөлшерін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Ыдысымызға ұнды, оның үстіне қопсытқышты және қант салып, жақсылап араластырып алуымыз қажет. Енді біз ұнды массамызға қызыл бояғыш қосатын боламыз. Қызыл бояғыш маңызды емес, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Одан кейін барып дәл осы массамыздың үстіне біз орташа қаттылықтағы сары майымызды салатын боламыз. Одан кейін барып біз жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Қамырымыз осылай бірге бастағаннан кейін барып, біз қамырымызға бір жұмыртқаны салып, әрі қарай илеуді жалғастыратын боламыз. Бізде жұмсақ қамыр шығуы керек. Одан кейін барып, дәл осы біз қамырымызды тоңазытқышқа, салафанға салып, жарты сағатқа қоюымыз керек. Одан кейін барып біз салмасын дайындайтын боламыз. Қаймақтың үстіне жұмыртқаны салып, оның үстіне қант салып, жақсылап біркелкі массаға дейін араластырып алуымыз керек. Бізде осындай әдемі біркелкі масса болды. Енді тоңазытқышта жарты сағат тұрған қамырды алып, кішігірім үстелдің үстіне ұн сеуіп, біз қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып алғаннан кейін барып, 24 диаметрлік формаға салып, біз шеттерінің барлығын бортик ретінде әдемілеп шығуымыз керек. Және де әдемілік үшін осылай шанышқының көмегімен барлық жерін түзулеп шығамыз. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоюымыз керек. Біздің дәл осы сметаник пирогымыз 30-40 минут шамасында пісіп шығады. Піскеннен кейін бірден формасынан босатуға болмайды. Толық суығаннан кейін бар формасынан босатып, одан кейін тоңазытқышқа 2-3 сағат шамасына қойып қоюымыз керек. Біздің сметанигіміз дайын болды. Тоңазытқышта 2-3 сағат шамасында тұрды. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде дәл осы сметаник пирогын жасап көріңіздер. Видеоны ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда сіздерге көптеген керемет рецепттермен бөлісетін боламын.